Бәріңізге сәлем, мен есім Майдана. Егер сіз өзіңіздің 0 жастағы балаңызбен бірге кез келген орыс, ағылшын, шет тілдерін 100% меңгеру жолын білгіңіз келсе, немесе білетін тіліңізді ары қарай жетілдіргіңіз келсе, міндетті түрде осы видеоны ары қарай көріңіз. Егер сіз телефон арқылы жақсы фото, видео түсіруді біліп, және оны жылдам әрі тез сапалы өңдеуді үйренгіңіз келсе, онда менің инстаграмыма кіріп, IGTV-дағы қазақ тіліндегі қысқа роликтерді көрсеңіз болады. Сол үшін тез-тез инстаграмға жазылып аламыз. Бүгін менің сіздерге ұсынғым келетін және түсіндіргім келетін тәсіл ол ТПР деп аталады. ТПР Джеймс Ашрам ойлап тапқан. Ол әйгілі еңбегі сіңген психолог. Ол бұл тәсілді қалай ойлап тапты? Жаңа туған нәресте сөйлеймін дегенше, 2-3 жасқа келгенше белгілі бір уақыт аралығындағы өзінің ана тілін қалай меңгереді, сол үдерісті зерттеп, соның нәтижесінде барлық ересектер және жаңадан туған баладан бастап кез келген жастағы ересекке жаңа тілді меңгеру әдісін ұсынған. Тілді қалай үйретеді? Тілді үйрету барысында бір адам бір нәрсені түсіндірген уақытта толығымен өзінің барлық физиологиясын қолданады. Яғни сіз, мысалы мен сізге open your mouth десем, сіз ағылшын тілін білмесеңіз түсінбеуіңіз мүмкін. Егер мен оны іс-қимыл арқылы сізге көрсететін болсам, аузыңызды ашу керек екен. Онда сіз мен сізден не сұрап тұрғанымды түсінесіз. Яғни адамның физиологиясын қолдану арқылы біздің айтылған сөзіміздің не мағына беретінін ол адамға түсіндіреміз. Ол адам оны қайта-қайта ести келе, ол оны табиғи жолмен меңгеретін болады. Және бір сабақ барысында кем дегенде 13 жаңа сөзді меңгеру мүмкіндігі бар екен. Бұл тәсілді не үшін мен өзім жеке өз тәжірибемде қолданамын, және оның нәтижесі қандай, және оны дүние жүзіндегі мұғалімдер де қолданады. Оны не үшін қолданады? Бұл жаңағы күнделікті мектептегі кітапты ашып грамматикалық меңгеруге қарағанда бөлек. Және бұл әдісті меңгеру барысында адам барьер, стресс, қорқу, ұялу деген сезімдері болмайды. Себебі ол табиғи жолмен меңгерілетін болғаннан кейін жаңа туған бала сияқты, нәресте сияқты өзінің қателесуге болатынын, және оның бірден сөйлеп кетудің қажеті жоқтығының, және адамның сөйлеген нәрсесін физиологиясы арқылы түсіндірген уақытта не туралы айтып жатқанын түсінетіндіктен ол бұл тілді меңгеру барысында өзін барынша ыңғайлы сезінеді. Сол себепті осы тәсілді қолданамын мен, және дүние жүзіндегі адамдар қолданады. Нәтижесі қандай? Менің өзімнің жеке тәжірибемде, егер бала тілді жаңа туған кезінен бастап 5 жасқа дейін осындай тәсіл арқылы меңгеру, жаңа тілді оның миына құю, басқаша сөзбен айтқан кезде үдерісі болса, онда бала 5 жастан кейін 6 жасқа келген уақытта оның сөйлегенін кәдімгі өзінің ана тілі сияқты сөйлейтін болады. Өйткені ол сол тілде сезіне алады бірінші, сол тілді өзінің ана тілі сияқты қабылдайды, және сөйлемдерді табиғи жолмен құрмалас сөздерді барлығын қалыптастырып, өзінің ойын анық, ашық жеткізе алатын болады. Қазір менде бар болса, міндетті түрде мына жерде көрсететін болам. 6 жасар қыздың қалай сөйлейтінін. Яғни сіз жаңа тілді кез келген өзіңіздің күнделікті 10, 15, 20 әртүрлі уақыт аралығын бөліп отырып, балаңызбен бірге қосылып меңгеру мүмкіндігіңіз бар, және ол бала күнделікті бұл үдеріс күнде үзбей қайталанатын болса, өсемін дегенше, яғни жетілу барысында тілді табиғи жолмен меңгеріп, өзінің белгілі бір миының қыртыстары пайда болып, бөлшегі ретінде қабылдап өсетін болады. Бұл дәлелденген нақты гипотеза. Мен не үшін бұл тәсілді қолданамын? Яғни менің мақсатым, мен балалармен жұмыс жасаған уақытта, олардың 2,5 жас пен 6 жас аралығында балалармен жұмыс жасаған уақытта, менің мақсатым, олар мектепке баратын уақытта жаңа тілді үйрену, бұл қиын, стресс, қорқыныш, ұялу деген барьерлер туғызбау. Керісінше, жаңа тілді үйрену қызық, көңілді, оңай,
және мен соны тағы да жасағым келеді деген дұрыс психологиялық сауаттылық қалыптастыру. Сол себепті бұл тәсілді мен өз сабағымда 70-80%-ында қолданам, ал 20-30%-ында қосымша жаңа грамматикалық ақпараттарды беру және басқаша тәсілдердің аздаған бөліктерін қосамын. Нәтижесі өте керемет. Ал ересектермен жұмыс жасаған уақытта, ересектер деп отырғаным, ол өзінің ойын ашық, анық жеткізе алатын адамдар, 11 жастан бастап адамдар деп алсақ болады. Олармен жұмыс жасаған уақытта тек 20-25%-ын ғана осы тәсілді қолданам. Бұл тәсілді ортасында сабақтың немесе соңында қолданам, себебі адам шаршайды. Сол себепті қозғалып, орнынан тұрып, кішкене жаттығу жасау оған өте пайдалы, және сабақтың соңында аяқтаған уақытта көңілді, жеңіл аяқталса, адам сабақ біткеннен кейін қайтадан келесі жолы тағы да бастап оқығысы келіп тұрады сізбен бірге, өйткені ол сабақ біткен уақытта шаршамай, керісінше жеңіл болған сезінеді, және әртүрлі физиологиялық жаттығулар арқылы ойындар жасаған уақытта ол адам шынайы өмірде тілді қолданған сияқты сабақ барысы өтеді ғой. Сол кезде ол ересек адам түсінеді. Я, шын өмірдегідей болды ойын, оқытушы сөйледі, ақпаратты берді, мен істей алдым, менде нәтиже бар, менің деңгейім қандай екені маңызды емес деген шешімге келеді. Сол себепті мен бұл тәсілді ересектермен оқытқан уақытта да қолданамын өзімнің тәжірибемде. Еске салу, егер сіз өзіңіздің ересек адам болатын болсаңыз, және анық мақсатыңыз болса, белгілі бір кәсіпке байланысты қолданғым келеді. Мен мысалы врачпын, хирургпын, немесе окулистпін, маңызды емес, немесе тарих пәнінің мұғалімімін, осы салаға байланысты мен тілді тек осы бағытта қолданғым келеді деген нақты мақсатыңыз болса, онда бұл ТПР сізге толығымен сәйкес келмейді. Тек қана оқуыңыздың 50 немесе 30%-ын осы тәсілмен ауыстыруға болады. Себебі ТПР егер сіздің оқу үдерісіңізде бар болатын болса, методикаңызда, онда сіз жаңа тілді меңгеру барысында қабырғаны қалыптастырған уақытта оның берік фундаментін құятын боласыз. Себебі берік фундамент өте маңызды. Фундамент болса, үстіне тұрғызған қабырғаңыз өз орнында фундаментінің беріктігіне байланысты мықты берік болады. Ал егер фундаменті жоқ болса, онда сіз қанша оқысаңыз да оны қиын болады негізі, табиғи жолмен болмаса. Сол себепті ТПР-ді қолдану арқылы сіз өзіңіздің жаңа тілді меңгеру барысын тездете аласыз, бірақ толығымен ауыстыра алмайсыз. Ескерту. Ендеше қазір тез-тез төмендегі сілтеме арқылы өтіп, сізбен қалай байланысуға болады, өзіңіздің ақпараттарыңызды, мәліметтеріңізді қалдырыңыздар. Не үшін? Егер осы тақырып, нақты ТПР әдісі арқылы мен жаңа туған нәрестемен бірге тілді қайтадан басынан бастап, нөлден бастап үйренгім келеді деген адамдардың саны көп болатын болса, және оны мен қалай жасаймын, ашып көрсетіңіз методиканы, қандай ақпараттар қажет, не істеу керек, қалай істеу керек деген сұрақтар туындайтын болса, онда міндетті түрде мен сіздерге тегін бастарыңызды қосып кездесулер жасайтын боламын. Онлайн, ол вебинар, марафон, әртүрлі нұсқада өтуі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде өз ақпараттарыңызды төменде сілтеме арқылы өтіп қалдырыңыздар. Ал егер осы видео 100 000 қаралым және 10 000 үліпіл жинайтын болса, онда мен өзімнің сабақ барысында қолданып жүрген, мен ол әдісті тек қана Қазақстандағы оқушылармен емес, дүние жүзінің оқытатын барлық студенттермен қолданам. Мен халықаралық деңгейдегі оқытушы болып табылам. Сол себепті сол дайын әдістемемен сіздермен бөлісетін болам. Ол менің осы 2013 жылдан бастап осы уақытқа дейінгі тілдерді меңгеру және оның ең тиімді меңгеру әдісі ақпаратты дұрыс жеткізу, дұрыс қабылдауға байланысты зерттеп, барлық әртүрлі әдістемелердің ішінен өзіме әсер еткені және менің оқушыларыма әсер еткен таңдап жасаған жинақ менің өзімнің белгілі бір
жобам деп айтсам да болады, соны сіздерге тегін беретін болам. Және осы жерде оның қалай қолдану керек, кәдімгі тірілей сабақ барысы қалай жүреді. Бұл сабақ дегенге бір қиын нәрсе деп ойлап қалмаңыздар. Ол өте жеңіл, өте оңай. Менің мақсатым сол, өмірді жеңілдету, оқу барысын оңай, көңілді қылу. Бірақ оған қарамастан барынша өте терең фундамент қалыптастырып, үлкен нәтижеге жету. Сол себепті сол методикамен бөлісетін болам. Және жаңағы видеолар жасайтын болам. Сол себепті бұл видео сіздерге ұнаса, жаңағы ақпаратты егер қаласаңыздар, міндетті түрде видеоға лүпіл қойыңыз, каналға жазылыңыз, менің инстаграмыма жазылуды да ұмытпаңыз, және бөлісіңіз.